Баршаңызға сәлем. Елде қиналмай жүрсін. Журналист шетелдегі қазақ балаларына қатысты тың ақпарат айтты. Шетелдегі қазақ балалары бағдарламасының жүргізушісі Жанар Байсеміз жақсы жаңалықпен бөлісті. Жанар Байсеміз әлеуметтік желіде оқырмандарынан сүйінші сұрады. Ол елімізге шетелдіктер асырап алған қазақ балалары келетінін айтты. Шетелдіктер асырап алған қазақстандық балалардың елде қиналмай жүруіне барлық жағдай жасалады. Олардың жол шығыны, визасы төленеді. 3 мезгіл тамақ, жатақхана тегін беріледі, стипендия алады. Ұзақ уақытқа келе алмайтындары 3 ай, уақыты барлар 9 ай оқиды. Елге келіп ана тілін үйренуге Талғат, Сардар, Әнел және Сұлтан құлшынып отыр. Сабина да келуі мүмкін. Әнел 9 айға келгісі келіп жатыр, дейді журналист.